Жүрегім жырым сенікі, кеңесті далам, кең далам. Тудым өстім есейдім, енді алам анам, мен балаң. Деп Ильяс ақын жырлағандай, балалық шақ балдай тәтті кез демекші, балалық шағы қасиетті де киелі мекен ақын саран. Ильястай құлагер туған, ой тоған ауылында өтті. Осы ауылдағы білім ордасынан оқып қанатын қияға қақты. Ары қарай білімін Ыбырай Алтынсарин атындағы қазіргі республикаға атақты Мамания орта мектебінде жалғастырды. Төлеген Нұрсапаұлы Мұхамедияров 1946 жылы 21 желтоқсанда Ақсу ауданы Алматы облысы Көкжайдақ ауылында туды. Ой тоған құм басқан қуаң жерде, таң атады нұрын шашып мұнар белге, шат күлкі абыр сабыр бір қуаныш, дүрлік тұрды жатқан елді таң елеңде. Ана отыр бесікте бала бөлеп, айтылып жатыр той басталып жыр өлең. Ол туды деп қуаныштың шегі жоқ, өмірге келді Нұрсапаұлы Төлеген. Шашылып ой тоғанның бұлағына, қыздырынып күннің мол шуағына, жайлауда жаз бойы асыр салып, асау аттың ойнап өсті құлағында. Шыңдалған шымыр болды біздің аға, күресте жеңе алмайды ешбір бала. Өнегелі үлгілі болып өсті, салмақты сабырлы болып сана. Жас кезінен зерек болды баламыз, өңшең бестік күнделікке қараңыз. Алғысына ұстаздардың бөленіп, жақсы оқыды мектепте де ағамыз. Жолдам алып, оқуға да аттанды, дайындықта қарсы алып аттанды. Иесі мол дәрігерлік маманның, елі үшін мінсіз қызмет атқарды. Қиындығын жеңе білді бұл істің, қолын алды талай туын жеңістің. Адамдардың жүрегінен жол тауып, елің үшін еңбек еттің, күрестің. Еңбегіңмен ерең болдың еліңе, азаматсың, ардақтысың жеріңе. Зейнеткерлік бақытқа да қол жетіп, құрметпенен тұр қарсы алып еліңде. Өмірімнің бірге берер көп үлгі, сыйластықтың кем емес күннен күші. Көз алдыңда елестетем өткен күнді, татулықтың бұл болар бір белгісі. Қалықтап бүгін ән қанатын, сізге арналды ақбейіл махаббатым. Қуаныштың бөленген құшағына, құтты болсын той-думан салтанатың. Әкесі Нұрсапа Мұхамедияров ел ішіне танымал беделді азаматтардың бірі еді. Өнім Қосағаш колхоздарында басқарма қызметін атқарған. Қызылтаң ауылында почта бөлімінің бастығы болды. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардақты ардагер. Осындай сыйлы еңбекқор әкесінен тәлім-тәрбие алған. Ол білімін шыңдау үшін Семей қаласындағы мал дәрігерлік институтына оқуға түсті. Институт қабырғасында жүрген жылдары ол өзгеден ерен еңбекқорлығымен, білімге деген құштарлығымен, ізденімпаздығымен, мақсаткерлігімен көзге түседі. Үздік оқи жүріп, қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, ерекше ілтипатқа ие болды. Ұстаздардың арасында өзінің бірегей ерекшелігімен танылған жас маман өз жұмысына тиянақты болып, әріптестерінің ыстық ықыласына бөленді. Сол жылдары Лениншіл жас газетінде Төлеген аға туралы мақала жазылды. Боранда қалған аттарды аман сақтап қалған дәрігер ерлік жасады. Жас маман өз еңбек жолын Алматы облысы Андреевка ауданы Жыланды ауылында жалғастырды. Бас дәрігер қызметінде ерекше білімділігімен таныла бастады. Еңбек жеткізер мұратқа дегендей, туған ауданына қайта оралып, Қопа ауылында бас дәрігер жұмысын атқарды. Бұл жұмыста да іскерлігімен көзге түсті. Көңілге тиетін, ыстыққа да, суыққа да төзетін, жақсы мен жаманды айыра іріктей білетін ұшқыр ойлы адамның еңбегі еленіп, Ақсу ауданындағы ветстанцияның бастығы болып тағайындалды. Жерлес ақын Ильяс Жансүгіров өз ұлтын, өз ерлерін ескермесе, елтегі қайдан алсын кемеңгерді дегендей, оның еңбегі жанып, талай жұмыстарды өз дәрежесінде атқарып, ел алғысына бөленді. Өз ұжымында сыйлы, беделді басшы бола білді. Әр жұмысының көңіл кілтін тауып, өз тәжірибесін әріптестерімен бөлісе алды. Ол барлық жұмыста өзін еңбек сүйгіш, білгір маман ретінде таныта білді. Ауданда бруцеллез, туберкулез ауруларын емдеу, оның алдын алу шараларын іскерлікпен жүзеге асырып, облыстық, республикалық семинарлар өткізді. Оның іс тәжірибесін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі қолдап, облыстарға таратты. Өзі қызмет жасаған жылдарында
ауданда ірі қараның туберкулез ауруына шалдығуын толық жоюға қол жеткізді. Жылдан жылға адам өзі ұшырған ұландарын ұядан, көретұғын шәкірттерін қыздан емес қиядан демекші, өзіміздің Ақсаудандағы туып өсіп, өркендеп үлкен азамат болған Төлегеніміз бүгін міне туған күн екен. Сондықтан өзіміз ұстаз ретінде айтарым, Төлегеннен туған күнің әрқашанда құтты болсын, басың амандық, денің саулығы болсын. Әрқашанда бақыт достарыңмен бақытты болып, ұзақ өмір бақытқа жол болсын деген тілек тілей отырып, өзіңе зор бақыт тілеймін. Ал енді Төлеген, баяғыда кішкентай күнінде өзіміздің Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепте оқып жүргеннің өзінде елгезектігімен, кішіпейілдігімен, адалдық, ар намысты, үлкен қадір тұтқандығыңменен өзіміздің жора-жораларға, достарға, ағайын туғандарға, солардың ішінде ең үлкен бір ұлағатты азамат болып өсуінде сол кезде көрсетіп едің. Енді міне өзіміздің Ақсу ауданы бүткіл Талдықорған облысы еліміздің алдында үлкен ардақты азамат болып, өзіміздің елдің қамын ойлап, жұрттың жағдайын ойлап, үлкен азамат болып, қазір енді Талдықорған қаласында жүріп жатсың. Сондықтан саған үлкен бір бақыт тілейміз. Енді айтады ғой, ұядан ұшқан атадан туған ұл болсын, ел жұрттың қамын ойлайтын, ата дәстүрін қастерлеп, жамандыққа баспайтын деп, өзіміздің сол ұлдарымыздың ішінде, шәкірттердің ішінде өз халқына, ел жұртына адал еңбек етіп, үлкен бір азаматтықпен көрініп жүрген жігіттің біреусің. Сондықтан енді тілеріміз сол, әрқашанда бақытты болып, әрқашанда өздің ойыңнан, ойлаған ойыңа, арманыңа жет. Достарының арасында бақытты, әрқашанда үлкен абыройлы бол. Айтады ғой, доссызда біреу дос дейді, доссыз адам өмір сүрмейді. Достары көп адамдар жалғыз ешқашан көрмейді деп бекер айтпаған, сенің достарыңды көп, алдында жүрген ақсақал әжелеріңді көп, ел жұртың көп. Сондықтан жалғыз өзіңді емес, ел жұртыңды ойлап өскен азамат, бала шағаңмен, ағайын туғымен, достарыңмен аман есен болып, ұзақ өмір бақытқа жол болсын. Әрқашанда ақ жолдың алдынан көрін, ақ тілектің төсінен көріне бер, жолдас жоралармен аман есен. Мұхамедияров Төлеген Нұрсапаұлы 1946 жылы 12 желтоқсан күні Алматы облысы Ақсу ауданы Көкжайдақ ауылында туды. Балалық шақ балдай кез демекші, қасиеті де киелі мекен Ақынсары ауылында өтті. Ары қарай білімін Ыбырай Алтынсарин атындағы, қазіргі республикаға танымал Мамани атындағы орта мектепте жалғастырды.
Мектеп қабырғасында тек 5 деген бағаға оқып, ұстаздардың алғысына бөледі. Сен бұл жаққа тұр. Сенен жақсы қазақша сөйлейтін адам жоқ. Мен сөйлеймін. Мен орысша пожалуйста, ана екі кейін болғанын сөйлеймін. Құрметті төке, енді сені мынау зейнетке шыққан мерейтоймен құттықтаймыз. Мінекей жолдастарың, достарың атынан. Құдай аманшылығын берсін, денсаулығың жақсы болсын. Әлі де зейнетке шыққаннан кейін сол зейнетақың қызығын көр, балаларың қызығын көр, немерелерің қызығын көр. Әлі де осы арамызда жүре бер, өстіп ойнап тұрып бәріміз жүре берейік. Бәрі жақсылық болсын. Енді сеніменен солау жылдары бірге қызмет жасадық. Екеуміз 13 класты бірге бітірдік бақалды. Мені содан бері жұмыс жазбай бірге келеміз. Қуанышымызда әрқашанда ортақтасып келеміз. Сондықтан аман есен бол, жақсылық болсын. Барлыққа осы достарың атынан мынау зейнетке шыққан үлкен мерейтойың құтты болсын. Достар. Береке берсін. Болды. Болды. Айт. Енді сен ортаға тұр. Енді құрметті сөйлеген, мұны бүгін ел боп, жолдастарым боп, ағайын туған боп, сені бұл айтқан кезде құрметті зейнеткерлікке шығарып салып отырмыз. Өмір жолын сенің көзіміздің алдымызда. Баяғыда осы ауданның басшылығында қызмет істеп жүрген кезінде сенің бұл айтқан кезде өте әділетті, жұмысыңа берекелі екенін, тиянақты екенін көзіміздің көріп, бүгін таңғы біздің Ақсу ауданы жақсы көрсеткіштермен әлеуметтік жағдай бар, басқа жағынан жақсы сөзгеліп қатарда жүрсе, соның ішінде өзінің үлкен азаматтық маман ретінде үлесің бар екенін білеміз. Келешекте өмірінде бұл айтқанымызда екінші бедел дейді, сол екінші беделінде ол сияқты сыйлы, аман есен, еліңе қадірлі болуы өзіңе тілектеспіз. Молодец. Сен бір өзің айтсайшы. Болды. Орысша айтасың, болмайды. Орысша. Енді ортаға тұр деп айтады. О, сонда. Енді құрметті төлеген. Енді жаңа жұмыс басталды ғой. Жаңа жұмысың жақсылыққа келсін, құт береке келсін, бала-шағаң қызығын көріп, жас жолдастардың арасында абыройлы үлкен азаматсың. Осылай абыройлы үлкен азамат болып жүреді. Болды. Алға! Алға! Жасай бер! Болды, айран. Сұрамайды дейді ғой. Елу деп айтамын мен сізге. Бұл жақынан не бердім? Марат хабарласам деп тұрсам, Марат сен кетті. Жарайды, жақсы. Да? Алейкум ассалам. Ага. Е. Е. Ага. Жақсы, ага. Ана бастым сразу 300 алып емес. Düz som akşa ketiniz de şimdi. Ана zaman tutumunu kabul etmiyor. Sen boş götüz keptin, bana verin mi? Ye. Жарайды, рахмет. Сол жағдай басқа жағдай. Одан кейін ана продолжение бола береді ғой. Иә, жұмыс. Сол емес. Оның осымен жүріп жүрсіз.
Не, ответил, не приветил, это же. Куда ответил привет? Жүргет. Жоғалып кетеді ғой әйтеуір. Жоқ, ондай бар ма? Аны тасташы, жұмыс тасташы. Так. Жұмыс тасташы. Төке келгенде ол жұмыс уже қойып жүреді. Мен таңертең келемін сағат 10-да. Енді арыстан қайтып қайсы отыр. Ана 2 мың не алады ма? Аңғымайды тұр. Ух ты, мынау взятка ма? Есімде келесі жылы пенсия шығады ғой, сонда бересің ғой. Қалыңыз қалай жақсы? Жоқ, олай басып қойын өтір ме? Сонда басып қойып қойсайшы, инспектор жүрсін. Шаршап кетті шалымыз. Енді ана малдары келіп кішкене ауырлау болады. Ол кішкене басқа бір ояқтан шаршап кетті. Қайсы, баяғы не істеген? Естіді. Естіді ма? Сізді көбірек сұрайым аға? Мынау ненікі емессің бе? Қызлағаш па? Қалың қалай болып жатыр? Жүрдір, кірді. Отырсашы. Қалайсыз төкі? Оған құтты болсын. Жақсы, рахмет. Барлығы келді ме? Жоқ. Осы, бар. Қыздарда ешкім жоқ қыздар. Қыздар қазір Тамақпен айналысып жатыр. Алып келіп, жұмысқа орналастырып, жаңағы жұмыс ол кезде кішкене қиындау болды, қазіргідей емес. Осының барлығы, мысалы, Ақсу ауданы, мысалы, ең бір алдағы бірінші орында жүретін ауданның бірі болатын. Барлығы жағынан да. Үкімет кезінде, мысалы, жаңағы мал шығыны болсын, басқа ветеринар жұмыс болсын дұрыс болатын. Кейіннен жаңағы нарықтық экономика көшкеннен кейін өздерің білесіңдер. Алдында үкіметтен ешқандай қаржы бөлінген жоқ, 1 грамда. Соны жаңағы антимонопольный комитетпен осыны ұйымдастырып, жаңағы малдың басына 1 тиын ба, 10 тиын ба сондай ақшамен жұмыс жасадық. Солай ғой? Сонымен жұмыс жасап, барлығында жұмыстарыңды берекелі істеп, сол орындарында қалуға тырысыңдар. Сондықтан осы Ақсу ауданы, мысалы, бүкіл облыс көлемінде есен. Облыс көлемінде Қапал ауданында, жаңағы Алматы облысына қосылғаннан кейін Қапал ауданында біз жаңағы үлкен семинар кеңес өткіздік. Осы жаңағы ветеринарлық жұмысты қалай алып жүруге болады, оны қалай жүргізуге болады, оны жаңағы қалай жұмыс жасауға болады. Соңғы искусственный осемениясы бар, ұрықтандыру бар. Оның сыртында жаңағы ветеринарлық бөлімдер бар. Көп жерде ветеринар бөлімдер ашылды. Жаңағы бос қаңырап тұрған жаңағы нелерді алып, мысалы Матайда жаңағы ПЧ-дан мекеме алдық. Мысалы Қызылтаңда жаңағы поштаның мекемесі сынып қирап қалған, оны дұрыстадық. Мысалы Қапал өңірінде де сондай жұмыстар, көп жұмыстар жасалды. Соның кейін жаңағы бірде-бір жаңағы ветеринар жұмыстың қиындығын, саласының қиындығы мал егу болды. Қазір бұрын колхоз совхоздар mesela 1000'dan, 2000'dan, 100'den, 300'den жүретін ірі қаралар болатын болса, қазір шоғырланып жаңағы 20, 30, 40, 100 бастан азайып кетті.
Сондықтан әр ауылға раскол жасаттық, солай ғой. Мысалы, Қызылтаңға қатырып отырып раскол жасаттық десең, солай ғой. Искусственный осеменениесімен. Мысалы, Қапалда, ана не етілетіні білмеймін, қазір бар ма жоқ па? Не барады ғой ана? Бойнер. Жоқ, Қапалда бір не тұрған, кочегарка тұрған. Ол істеп тұр қазір. Сол кочегарканың ішіне мен айттым, осының ішіне жазыңдар сендер. Мынаны алып алайық, раскол. Ар жағынан кіргізесің, ішінен айдап кіргізе бересің. Соны бір күні барсам жұмыс жасап жатыр екен. Ол жерде де жаңағы ұрық пунктін жаңағы реттеді. Ұрық пункті жөнінде мысалы жаңағы мал дәрігерлік жаңағы пункттер жөнінде көп жұмыс жасалды бұл ауданда. Жаңағы не жөнінде? Скотомогильник жөнінде қандай жұмыс жасалды? Мысалы Қызылтаңда қандай скотомогильник салынды? Мысалы басқа жерлерде осындай скотомогильникті оңға келтірдік. Солай ғой, жол келтірдік. Сонымен жаңағы мал дәрігерлік жұмыс бірталай қарқынды жүрді деп мен ойлаймын. Кейіннен барып жаңағы өкімет қаржыландырды бұны. Қаржыландырғаннан кейін алдында білмеймін, 1 тиыннен қаржыландырды. Содан кейін 10 тиын болды. Қазір мысалы 55 тиын болып отыр. Биылғы жылы қаржыландыру әр басқа жаңағы мысалы қан алатын болсаңыз 55 тиын. Жаңа бруцеллез жөнінде, жаңа бұл ауданда бірде-бір адам бруцеллезбен ауырмайтын. Бірде-бір мал бруцеллезбен ауырмайтын. Қапал ауданы қосылған кезде Қапал ауданынан бізде жаңа бір адам бруцеллез шығып, соны кейіннен бір мына біреу немене еді, ана Суқсайдағы ана жоғарыда отырған бір баз болған, кім екенін білмеймін. Қапалдан ешкім жоқ па? Абдуллаев. Абдуллаев. Сол кісіден жаңағы бруцеллез шығып, ол кісінің енді ол кезде ешкім сені былай аздырап етеді, былай қой деп айтқан жоқ ешкім. Біз жаңағы келісіп, осы Күләш бар, мына Есен бар, по-моему. Солай ғой сен? Соны барып, жаңағы штам рефалимен қолданып, 45 күннен кейін қан алып, аллергический жасап, оны аздырап етеді. Қызылтаң совхозының жаңағы үлгілі емес, Бұлан селосында да солай болды. Біз соның барлығын аздырап етіп, сол малдар қазір келесі жылдар 100-ден қозғалды почти. Өте жақсы болды. Енді кейінгі жылдары жаңағы вакцинаның шектелуіне байланысты, ВТО-ға бүкіл одақтық сауда ұйымына кіруіне байланысты жаңағы мал дәрігерлік ұйымның шешімімен жаңағы не қолданбау керек болатын болды, қалай дейін? Вакцина егуге тиым салынды. Сондықтан қазір жаңағы бруцеллезді сауықтыру үшін вакцинамен жасайды да, сонымен вакцинасыз жасайды ғой. Қазір біз енді вакцинасыз жолмен жасап жатырмыз. Ол не деген сөз? Ол жаңағы вакцинасыз жаңағы малдардың барлығын шығарып, серологический жаңағы тексерумен, диагностикамен шығарып, соны жою болып табылып отыр. Енді оның да кемшіліктері бар, енді оны не деп айтасың, істеген деп айта алмайсың. Енді соның жойылу жағы мәселесі кейде жаңағы тармай етіліп қалады. Уақытында жойылмай қалады. Жаңа шыққан мал жаңағы 1 жеті, 2 жеті ұсталып қалады кейде. Кейде действительно 3 күнде жойылып жатады. Соңғы бұның жаңағы арнаулы жойылатын жерлер жоқ бұнда. Түсіндіңіз ба? Бұл бруцеллез болған, бұны қазір кейінгі жаңалықтарға қарайтын болсаңыздар, бұны тура трупожигательный пеш барады ғой, баяғыда жасау. Тура солай жасау керек бізге. Трупожигательный пеш жасау керек. Оған жаңағы санитарный отрядтың, жаңағы республикалық эпизод отрядтың шамасы жетеді. Ол жаңағы 200 литр солярка жаққанша, бір жаңағы нені қойып, форсункамен артынан, форсунка болмаса насоспен қойып, астынан жаңағы жағып жерге болады. Вот сонда жаңағы цеп түзуге болады. Енді ол кезде қатты сөздер болды. Жаңа Хамид естімей қалды, сіз кішкене Хамидті соңғы қатты сөздер болды. Сондықтан енді қатты сөз болса, енді, конечно, жұмыс болғаннан кейін бәрі де болды. Ренжу болды, басқа жұмыс жүрмегенде осындай жағдайлар болды. Енді оның барлығы енді жұмыстың ретімен болған жағдай. Сондықтан енді оның барлығы ойлаймын кешірімді. Почему? Потому что барлық жерде де солай болды. Жалғыз бұл не емес. Бұл жаңа мекемеде адам мен малға ортақ аурулар болғаннан кейін солай болды. Жаңағы адамды жаңағы басқа жұқпалы аурулармен ауырту жағдайы туып отырды біздің алдымызда. Осы менің маманымда ветврач білесіздер, осы жерде көпшіліктермен қызмет жасадым. Мен сол 81 жылы осында ауысып келгенде, осы Төлеген мен осы жерде кезігіп, бірге қызмет жасадық. Енді Төлегенді мен бұрыннан да танимын. Екеуміз мектепте бірге оқып, бірге бітірдік. Бір партада отырдық. Сонда осы жерге келіп жұмыс қызмет жасағанда мен Төлегеннің еңбегін мен ерекше өзім бағалаймын. Себебі осында ол кезде 6 совхозда
бір студент бір совхозда туберкулез двойной инфекция болып сонда қатты жұмыс жасағанбыз. Ол кездегі енді жұмыстың сұмдығында. Сол кезде мен Төкеңнің енді мен сол кездегі ерлігін мен сұмдығында осы мал дәрігер ретінде бүткіл осы ауданға сіңген еңбегін сұмдық бағалаймын. Ондай ерлік реткенді. Себебі анандай двойной инфекциямен күресу деген ол сол кездегі стиль бойынша өте қиын болатын. Міне содан бері қызмет жасап, семьяны бірге араласып жүрдік. Бірге қызмет жасап, бірге жүрміз. Сондықтан Төкеңді мен әр уақытта сыйлаймын. Жұмысқа деген оның ынтасын, жұмысқа деген оның білгірлігін өте қабілеттігін мен өте бағалаймын. Жұмысқа деген ынтасы өте жоғары нәтижеде өтті. Сондықтан Төке қайда болсаң аман-есен бол. Қайда жүрсең де сол бала-шағаң қызың бір, жасың ұзақ болсын. Барлық сені осы ауылдастарың, осы бүткіл бірге істеген қызмет жолдастарың бәрі сені үлкен бағалайды. Сондықтан әрқашанда аман бол. Кемел жасқа келіп отырсыз, үлкен белестен асқалы отырсыз. Кір. Бүгін мұны желтоқсан айының 21-інде зейнеткерлік жасқа жетіп отырсыз. Осы жасқа жасыңыз құтты болсын, зейнетіңіз. Әрқашан өзіңізге қуаныш әкелсін. Енді өзіңіз еңбек еткен, жаңағы Әбекең айтып отыр ғой, 80 жылдан бастап келдіңіз осы 79 жылдан бастап келдіңіз бе? Осы содан бері мінекей қаншама 20 жылдың үстінде уақыт өтті. Содан бері осы өзіңіздің біліміңізді, өзіңіздің күш-жігеріңіздің бәрін осы мекемеге, осы біздің мал шаруашылығының оның үстіне ветеринария саласында көп жыл еңбек еттіңіз. Сондықтан сол еңбегіңіздің бүгін зейнетін көріп отырсыз. Мына отырған жігіттердің бәрі өзіңізбен бірге істеген, өзіңіздің қарауыңызда болған, өзіңіз ақыл кеңес беріп әрқашан жүрген жігіттер мінекей қазір бір ауылда, бір неде осы өздерінің жұмыстарына ие болып отыр. Сондықтан сізге не тілейміз? Тек жақсылық тілейміз. Енді 63 деген жас, бұны кәрдейіп тұрған жас емес. Менің талыс дейміз қазір енді. Талысқа келдіңіз. Енді осы уақытқа шейін жұмысты ойладыңыз, басқаны ойладыңыз. Енді ештеңені ойламай, тек қана өзіңіздің денсаулығыңызға, өзіңіздің бала-шағаңызға ойлап, осы тыныштық көретін уақытын сондықтан еңбегіңіз жемісін қызығын көріңіздер. Әрқашан сіз бізіміз үзілмей, біріміз үлкеніміз үлкендей, кішіміз кішідей, әрқашан сыйлап жүрейік. Мына жігіттер енді бүгін өзіңізге бір жылы ниетімізді айтайық. Төкеңнің қолын қысайық, бір белестен өтіп отыр деп ұйымдасып осында бір шағым шай дайындап жатыр. Қазір енді сол шайға барайық. Деніңіз сау, аман-есен болыңыз. Жақсы, рахмет. Әрқашан осы шарасы көрініп тұр. Кеп тұр. Жақсы жеттер. Соны айтайық. Төке жаңа өзіңізге шекарасын айттық қой. Бүгін нағыз Төкеңнің өзінің туған күнін 21 күні шақырайық. Біздің жұмысымызға да не кеп тұр? Понедельник сайын біз жиналамыз ғой. Соған да сәйкес кеп тұр. Деп осы жиналып жатыр енді. Жиналып келіп отыр. Сондықтан осы жігіттердің атынан сізге зор денсаулық тілеймін. Енді жұмыс істерсіз демесіз, деніңіз сау болсын, барлық жақсылық болсын, семьяда бақытты болыңыз. Ана балаларыңыздың қызығын көріп, немерелер шөберелі болып, денсаулығыңыз арқалай, әрқашан жақсы болсын. Еркін қайдан? Конвертті. Осы мекемеден бастаңыз, мынау енді сіздің шапағыңыз.
Sarşan болады екен. Sarşan болады. Баяғы сөйтіп Конкрет sarşan болады. Мына конверттің ішінде атыңыз жатыр. Ал, деніңіз сау болсын. Чистокровка. Ал енді дастархан байлығын берсін, денінің саулығын берсін. Сендерге Құдай не сұраса соны берсін. Дастархан осылай молая берсін. Жұмыстарың жемісті болсын. Тек қана сендермен жақсылық жерде кездесейік. Табиғаттың тылсым сырын ашқан толық күн. Хор қызы менен жолықтым, десем досым, қарындасым мекен олықтым. Сырғыған сағат тіліндей, өтер жылдар соққан желдей көзге ілінбей. Алдымнан шыққан күлімдей, байқамаппын сені қалқам өскен білінбей. Бүгін сенің туған күнің құттықтапшың жүректен. Ұсынамын қырдың гүлін сезімдерге сыр еккен. Ойыңда жоқ қылдай мінің қара көзім нұр төккен. Төлегенім тосып жүрген аумайсың қыз жібектен. Ерке назым бұлағаңа қымбат асылдан. Шуақтай таңғы шашылған, қолпырасың қызғалдақтай күнмен ашылған. Қарақат көзлі қарағым, сен білмейтін бұл өмірде сансыз барағым. Ойланып бір сәт қарағым, ашар кезде тіршіліктің жаңа парағын. Бүгін сенің туған күнің құттықтапшың жүректен. Ұсынамын қырды гүлін сезімдерге сыр еккен. Ойымда жоқ құлдай мінің қара көзің нұр төккен. Төлегенім тосып жүрген аумайсың қыз жібектен. Сенің туған күнің құттықтапшың жүректен. Ұсынамын қырдың гүлін сезімдерге сыр еккен. Бойымда жоқ құлдай мінің қара көзің нұр төккен. Төлегенім тосып жүрген аумайсың қыз жібектен. Қарындасым туған күнің құттықтапшың жүректен. Ұсынамын